Видео басында ескерту. Видео давно дайындалған, хотя мен бұл видеоны ұмытып кеткенмін. Бүгін соны салудың сәті келіп тұр екен. Прям барлықтарың ассалаумағалейкум достар. Сендермен бірге мен Ромая. Хотя я көріп тұрғандарында мен Дэрилді 20, мен әр видеода әр персонаны 25-ке көтергенсе көріп тұрғандарында дей берем. Білмеймін не екен, просто айтқым келеді. Көріп тұрғандарында менде Дэрил 25-ші ранге, 7-ші сила Дэрил 25-ші ранг. Тупо мен скинді қараңдар, тупо мықты скин. Бұл видео басталмай тұрып сендерге видео ұзағырақ болу үшін және кішкене қызықты болу үшін мен мына ешіктерді ашатын боламын. Менде 6370 старпойнт тима, чекпойнт тима, так, звездные очки бар. Старпойнт и мен қазір просто тупо 3 мега ешік ашамын. Менде білесіңдер, менде персонаж аз, менде хотя менде невезучий аккаунт, бірақ бірдеңе түсіп қалар деген ойдамын. Тупо бәрі сендер үшін. Ал кеттік, ал бірінші ешік тупо мега ешік и 5. Мен хотя білдім ештеңе түспейтін. Ал мынадан бірдеңе түсу керек, яғни түсу керек. Хотя 6 и бұл жерде так шеллиға пассивка, жаман емес. И 5 тупо мен, хотя мен білдім 5 екенін түсетінін. Мына жерден де ештеңе түспейді. Тупо ойланды 3 мега ящик и бір большой, ештеңе түскен жоқ бір пассивкадан басқа. Тупо мен аккаунт невезучий, суперсел битіңе айтайсы жмотсың. Видеоға көшетін болсақ, мен Дэрилді хотя мен шыдымен көтердім, шыды парныймен көтердім. Тупо маған изи болды. Мен басқа карталармен көтеруге болатын едім, салым награда за пайн баунти, браубол. Бірақ хотя бұл карты келіп тұрды Дэрилға, сондықтан мен осы картада ойнадым. Мен сендерге қазір повторларды бірге наблюдать ететін боламын сендермен бірге. Соңғы мысалы міне мына картада топ 1 алдық, и мына картада 2-ші орын. Тупо қараңдар, бұл карта сендерге осы видеода Дэрилмен қалай ойнау керек советтер айтатын боламын. Негізі бұл картаға шыды ойнағанда, пик болғанда основной Шелли мен Дэрил алған дұрыс. Сон Шелли мен Дэрил екеуде тяжелый вес. Шеллидің супер уроны и Дэрилдің супер урон қосылғаны екеу просто айта алмайым, имба болады екеу. Негізі Дэрилдің супер уроны жақсы, жақсы дегенде жақсы емес, өте жақсы, имба. Бірақ егер сен оны дұрыс қолдансаң, яғни сендер білесіңдер, Дэрилдің супер уроны тез жиналады. Бірақ оны жақсы пайдалансаң, дұрыс пайдалансаң, ол жақсы. Егер оны айдалаға құртсаң, ойшым бычыт болады. Қазіргі енді Дэрил жақсы персонаж. Мен оны қазір 30-ші рангқа көтергім келеді, бірақ менде әлі оған скилл аз. Бірақ көтеріп көрем енді барынша. Енді не айтам, Дэрил мен основной енді бравл болға да жақсы. Енді бұрында сендер білесіңдер, там Дэрилдің супер ойыны, бұрынғы обновлениеде Дэрилдің мен тупо мына жерде қараңдар қалай қашып кетем. Мен деген просто крысаның атасымын. Мен просто крысаның атасымын. Мен крысаның бабасымын, общем айта берсем. Хотя сендер бұрынғы обновлениеде негізі былай болған. Дэрилдің супер уроны, Дэрилдің супер уронын жібергенде ода щит қосылатын, яғни сол кезде ол просто имба болды. Мен Дэрилмен барлық ойнады, кейін оны алып тастады. Сол кезде мен Дэрилді, хотя мен ол кезде Дэрилді 30-ші рангқа, менде сол кезде ойнап жүргенде қазіргідей скилл болғанда мен бәлкім Дэрилді баяғыда 30-ші рангқа қалар едім. Мен білмеймін. Там енді солай енді. Так, мына жерде динамайтты ультырам. И менде тупо мына жерде шанс болған жоқ. 2-ші орын. Хотя мне 2-ші орын. И ворон негізі бұл картаға онша келмейді.
Так, міне мысалы мына жерде қараңдар, Шелли екеуміз мысалы топ 1 алдық, ә? Міне +9, и мына жерде де и міне мына жерде де тупо қараңдар, міне Шелли и мен тағы да топ 1, и тағы да мына жерлерде топ 1 бар, иә. Мысалға міне қазір мына жерлерде жоқ, иә, бітті, иә. Міне мына жерде де мысал Шелли, бірақ біз хотел бұл жерде 3-ші орыннан қалдық. Ну сендерге соңғы бір катканы көрсетейін, иә. Ну негізі сендерге айтарым осы шыды ойнағанда. Я мен шыды көп ойнаймын. Бірақ мен 3-3-де одиночный шыды бәрінде жақсы ойнаймын. Сендерге осы шыды ойнағанда советтерімді айтайын. Шыды ойнағанда негізінде көп кристалл алған дұрыс. Бірақ сен бірден кристалға жүгіре бермеуің керек. Және әр кусты тексеріп жүруің керек. 700 плюстан кейін тупо барлығы крысалар болады. Сен мына жерде мына куста адам жоқ деп ойлайсың, бірақ хотя ол жерде бір адам болады. Ну мен де осылай неше рет мен тупо қадалып қалдым. Неше рет мен нормально ойнап тұрған жерімнен тупо крысалар неше рет өлтіріп кетіп тұрды, иә. Ну ол өте обидно болады. Ну сондықтан да әр кусты тексеріп сөйтіп жүріңдер. Сен мен тупо қараңдар, тупо өзіңе тигізбей бүйтіп қашып бір орында. Ну ең бастысы бір орында тұрмауларың керек. Бір орында тұрсаңдар, ол сендерге реск атып, ультасын добивать етіп, сендерді сендер өлтіру оңай болады. Сосын парне ойнағанда или шыды былай ойнағанда барлық негізі былай тиммейт бір-бірлерімен бүйтіп тиммейт болып алып, негізі бір адамға барлықтарын жабылсаңдар, бұл сонда жақсы болады. Сонда оны қысасыңдар, хотя сендер тиммейт болғандарыңмен де, дос болғандарыңмен де, былай барлығы крыса, 700 плюстан кейін, 750 плюстан кейін тупо барлығы крыса. Мына жерде бізді қараңдар, біз 15 кристалл жинап алдық. Бұның үлкен пайдасы, мына жерде топ 1, просто топ 1. Мен бұл жерде, маған easy болды бұл, там Брок пен Шеллиға қарағанда, easy болды. Сендерге енді бұл гайд, там советтерім ұнады деген ойдамын. Мен хотя мына жерде чемпионат мира басталды. Мен бірінші, мен тупо байқамай қолым тиіп кетті, маған боттарды қосып беріп, мен поражение қалдым. Хотя 10 победадан асыруға тырысам, сөйтіп тупо мен қазір старпойнт жинап жүріп едім. Хотя видео үшін мен бәрін құрта берем. В общем, так, сендерге видео ұнады деген ойдамын. Сендермен бірге болған мен Роман. Қош сау.